Көпшілік адамдарды тамақтанғаннан кейін, химиялық зат қабылдағаннан кейін ерін көз айналасы ісініп, тамағында бөгде зат тұрғандай сезім пайда болып, тыныс алуы тарылып қиындай бастайды. Ол әрине квинка ісігі, аллергиялық реакцияның ауыр түрі. Жедел жәрдемде жүрген кезде, осындай шақырту түскен кезде тездетіп баруға тырысатынбыз. Не себепті? Өйткені ісіну тыныс алу жолдарын жабатын болса, адамның тыныс алуы бірте-бірте қиындап, тіпті мүлде тоқтап, адамның өліммен аяқталуы мүмкін. Бұндай жағдайда жедел жәрдем келгенше қандай көмек көрсетеміз? Бірінші, аллергияның көзін құрту. Егер адам ішіп отқан тамақтан пайда болса, ішіп отқан тамақтың көзін жою, немесе қабылдаған химиялық заттан болса, химиялық заттан алшақтату қажет, және қысып тұрған киімдерін шешіп, тыныс алуын жеңілдетуге тырысуымыз қажет. Және адам жанында тұрып, антигистаминдер өзінде болса аллергияға қарсы беруге болады, бірақ бірдеңені түсіну керек, антигистаминдер бұл кезде толықтай көмектесе алмайды. Жедел жәрдем келіп, дәрігерлік көмек көрсетуі қажет. Видео ұнаған болса лайк басып, жақындарыңызға жіберіңіздер.